Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын бауыр, яғни острый печеночный салат дайындаймыз. Ең алдымен бауырды пісіріп аламыз. Бауыр жылдам әрі тез пісетін өнім. Және де достар, бауырды қатты пісірудің қажеті жоқ, езілмес үшін. Содан кейін бауырды ірі соломкамен тураймыз. Өте қатты ұсақ турасаңыз, ол езіліп кетеді. Одан кейін осындай қызыл свежий перісті, пиязды барлығын соломкамен турайтын боламыз. Осы салатқа негізі тұздалған қиярдың корнишон деген түрі болады. Ол ондай ұсақ, оны турамайсыз, тек жай сала саласыз. Мен осындай кәдімгідей соленый огурец қолдандым. Одан кейін кинзамызды турап, міндетті түрде қосамыз. Содан кейін 1 қасық чеснок қосамыз, жарты ас қасық қара бұрыш, одан кейін барып жарты ас қасық сушеный тәтті қызыл перец, сосын сушеный кинза салсаңыз да болады, Сосын тұзымыз бар, соевый соус қосамыз. Тұзда байланыс, бірақ та өткен ащы болып кетуі мүмкін. Қалауыңыз бойынша осындай кішкентай сәбіз қоссаңыз болады, қоспасаңыз да болады. Сосын достар, осы салат андай острый ашты қылам дейтін болсаңыздар, онда ашты перістен де жарты ас қасық салсаңыз да болады. Одан кейін барып, кішкене ғана уксус тамызамыз, примерно 3-4 капля. Енді майды қатты қыздырамыз да, дәл чесноктың, пияздың, перістердің үстінен айналдыра құйып шығамыз да, жақсылап дәмдерін шығарып, жақсылап араластырамыз. Солай мықты ащы бауыр салатымыз шығады. Барлығын араластырып болғаннан кейін салатымызды 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Демалу керек, сіну керек, тұздары барлығы. Мынау салат бар ғой, қыздар, өте күшті дәмді болып шығады. Қонақ келеді дегенде бауырды жылдам қайната салып, келген қонағыңызға осылай турап бере салсаңыз, сізден пысық адам болмайды. Айтпақшы достар, осындай темный цвет салаттарды барлығын ақ тарелкаға ғана салғаны дұрыс. Қызыл, жасыл, сары тарелкаға салмаңыздар, себебі сіздің салатыңыздың құрамы да салатыңыздың түрі де көрінбей қалады. Достар, егер дастарханды жасап жатсаңыздар, осындай әдемі дәмді салатты жасап көруге кеңес беретін едім. Өте дәмді болып шығады. Жасап жатсаңыздар, ас болсын. Сіздермен бірге болған Зере.